Тәжірибе бойынша жұмыс жоспары кестесін құру. Бұл бейнеде жүйеде тәжірибе бойынша жұмыс жоспары кестесін қалай құру керектігін қадамдық түрде көрсетеміз. Бірінші қадам. Жоспарлар модуліне өту. Сол жақтағы навигациялық мәзірден жоспарлар модулін таңдаңыз. Ашылған бетте бұрын құрылған жоспарлар тізімі көрсетіледі. Екінші қадам. Жаңа жоспар қосу. Жаңа жоспар құру үшін беттің жоғарғы жағындағы жоспар қосу батырмасын басыңыз. Экранда жоспар қосу терезесі ашылады. Жоспар атауын енгізу. Жоспар атауы өрісіне жоспардың негізгі атауын енгізіңіз. Назар аударыңыз, бұл өріске тек негізгі атауы енгізіледі. Білім беру бағдарламасы, практика түрі және практика мерзімі жүйе арқылы автоматты түрде қосылып, жоспардың толық атауы ретінде қалыптастырылады. Жоспар тілін таңдау. Тізімінен жоспардың тілін таңдаңыз. Жоспар түрін таңдау. Жоспар түрі өрісінен тәжірибе бойынша жұмыс жоспары кестесі нұсқасын таңдаңыз. Осы жоспар түрін таңдағаннан кейін практика мерзімі. Білім беру бағдарламасы және практика түрі қосымша өрістері пайда болады. Практика мерзімін таңдау. Алдымен практика басталатын күнді, содан кейін аяқталатын күнді таңдаңыз. Практика мерзімі міндетті түрде толтырылатын өріс. Бұл өріс толтырылмаған жағдайда жоспарды сақтау мүмкін болмайды. Маңызды, көрсетілген практика мерзімі негізінде жүйе білім алушылардың қол қойылды мәртебесіндегі үш жақты келісім шарттарды автоматты түрде анықтайды. Білім беру бағдарламасын таңдау. Білім беру бағдарламасы ашылмалы тізімінен қажетті білім беру бағдарламасын таңдаңыз. Тізімде әкімшілік кафедра модулінде сіз жетекші ретінде тағайындалған бағдарламалар көрсетілген. Практика түрін таңдау. Практика түрі ашылмалы тізімінен қажетті практика түрін таңдаңыз. Практика түрімен нақты мерзімін таңдалған білім беру бағдарламасы бойынша Платонус ақпараттық жүйесіндегі академиялық күнтізбеден анықтауға болады. Барлық қажетті өрістерді толтырғаннан кейін қосу. Батырмасын басыңыз. Жоспар сақталып, жоспарлар тізімінде пайда болады. Жоспардың атауы жүйеде автоматты түрде келесі форматта көрсетіледі. Жоспар атауы, білім беру бағдарламасы, практика түрі, практика мерзімі. Үшінші қадам. Жоспарға тапсырма қосу. Құрылған жоспарға өту үшін оның атауын басыңыз. Жоспардың ішкі беті ашылады. Тапсырма қосу үшін қосу батырмасын басыңыз. Экранда тапсырма қосу терезесі ашылады. Апта бойынша жұмыстар тізімі өрісін толтыру. Өріске білім алушылардың апта ішінде орындауы тиіс тапсырмаларды жалпылама енгізіңіз. Тапсырма мерзімін көрсету. Тапсырма орындалатын аптаның басталу және аяқталу күндерін таңдаңыз. Ескертпе өрісін толтыру міндетті емес. Қажет болған жағдайда бұл өріске қосымша ақпарат немесе түсіндірме енгізуге болады. Барлық қажетті өрістерді толтырғаннан кейін қосу батырмасын басыңыз. Тапсырма жоспарға қосылады. Осы әрекеттерді қайталау арқылы жоспарға әр аптаға арналған тапсырмаларды қосуға болады. Білім алушылар қосалқы беті. Келесі қадам, білім алушылар қосалқы бетімен жұмыс істеу. Бұл бетте сіз таңдаған білім беру бағдарламасына тиісті және әкімшілік кафедра модулінде практика жетекшісі ретінде сізге тағайындалған білім алушылардың тізімі көрсетіледі. Тізімдегі әрбір білім алушы үшін келісімшарт бағаны бос болмауы тиіс. Маңызды, егер білім алушыға келісімшарт тағайындалмаса, ол алдағы уақытта практика бойынша күнделік есебін құра алмайды. Жоспарды құру кезінде көрсетілген практика мерзімі мен практика түріне сәйкес білім алушының жүйеде жасалған және қол қойылған үш жақты келісімшарты болған жағдайда, тиісті келісімшарт бағанында автоматты түрде көрсетіледі. Келісімшарттың атауын басу арқылы құжатты ашып, оның мазмұнын тексеруге болады. Егер көрсетілген келісімшарт сәйкес келсе, оны өзгеріссіз қалдырыңыз. Немесе тағайындалған келісімшартты алып тастау қажет болса, тиісті білім алушының алдындағы ұяшықты белгілеңіз. Содан кейін келісімшарт батырмасын басып, ашылған тізімнен келісімшартты алып тастау мәнін таңдаңыз. Басқа келісімшартты тағайындау. Білім алушыға басқа келісімшартты тағайындау үшін қажетті білім алушыны таңдаңыз. Келісімшарт батырмасын басып, тізімнен қажетті әрекетті таңдаңыз.
Жүйеде жасалған келісім-шартты тағайындау. Smart жүйесінде жасалған келісім-шартты тағайындау үшін жүйедегі келісім-шартты таңдау батырмасын басыңыз. Ашылған терезеден алдымен келісім-шарт түрін таңдаңыз. Екі жақты келісім-шарт, үш жақты келісім-шарт. Ескерту: егер бірнеше білім алушыны қатар таңдап, келісім-шарт тағайындағыңыз келсе, тек екі жақты келісім-шартты тағайындауға болады. Ал үш жақты келісім-шартты тағайындау үшін тізімнен тек бір білім алушыны таңдаңыз. Себебі үш жақты келісім-шарт бір білім алушыға жеке жасалады. Үш жақты келісім-шартты таңдау. Үш жақты келісім-шарт түрін таңдаған кезде келісім-шарт тіркеу нөмірі өрісінде таңдалған білім алушының жүйеде жасалған және қол қойылған келісім-шарттары көрсетіледі. Тізімнен қажетті келісім-шартты таңдаңыз. Келісім-шарттар тіркеу нөмірі және ұйым атауы бойынша көрсетіледі. Егер білім алушы жүйеде келісім-шарт жасамаған болса, экранда келісім-шарттың табылмағаны туралы хабарлама көрсетіледі. Бұл жағдайда қағаз түрінде жасалған келісім-шарт болса, оның скан нұсқасын жүйеге жүктеуіңізге болады. Немесе білім алушының жүйеде жаңа келісім-шарт жасауын күтіңіз. Екі жақты келісім-шартты таңдау. Екі жақты келісім-шарт түрін таңдаған кезде ұйым және жеке тұлға нұсқалары көрсетіледі. Егер жүйеде екі жақты келісім-шарт жасалған болса, алдымен келісім-шарттың қандай тараппен жасалғанын таңдаңыз. Содан кейін қажетті өрістегі үш нүкте белгісін басып, ашылған тізімнен ұйымдық нысанды таңдаңыз. Келесі өрісте жүйеде бар болған жағдайда таңдалған ұйыммен жасалған келісім-шарттардың нөмірлері көрсетіледі. Қажетті келісім-шартты таңдап, қосу батырмасын басыңыз. Практиканы университетте өту. Егер білім алушы практиканы университетте немесе кафедрада өтетін болса, және бұл жағдайда келісім-шарт жасалмаса, білім алушылар тізімінен қажетті білім алушыларды таңдаңыз. Келісім-шарт тізімінен тәжірибені университетте өтеді, мәнін таңдаңыз. Қағаз түріндегі келісім-шарттың скан нұсқасын жүктеу. Егер келісім-шарт қағаз түрінде жасалған болса, оның скан нұсқасын жүйеге жүктеуге болады. Ол үшін қажетті білім алушыны таңдап, келісім-шарт тізімінен келісім-шарттың скан түрін жүктеу мәнін таңдаңыз. Ашылған терезеде алдымен файлды таңдау батырмасын басып, құрылғыңыздағы келісім-шарттың скан нұсқасын жүктеңіз. Үлгілер қалтасынан келісім-шарттың тиісті түрін таңдаңыз. Таңдалған үлгіге сәйкес құжат атауы үш тілде автоматты қалыптасады. Барлық қажетті ақпаратты толтырғаннан кейін жүктеу және келісу батырмасын басыңыз. Қате тағайындалған келісім-шартты алып тастау. Егер келісім-шартты тағайындау кезінде қате кетіп, қажетті келісім-шарт дұрыс тағайындалмаған болса, тиісті білім алушыларды таңдаңыз. Содан кейін келісім-шарт тізімінен келісім-шартты алып тастау мәнін таңдаңыз. Білім алушыны тізімнен жою. Егер тізімде сіздің жоспарыңызға тиісті емес білім алушылар көрсетілсе, олардың алдындағы ұяшықтарды белгілеңіз. Содан кейін таңдалғандарды жою батырмасын басыңыз. Жоспарға жаңа білім алушыны қосу. Егер қажетті білім алушы тізімде көрсетілмесе, оны жоспарға келісім-шарт түріне қарай қосуға болады. Алдымен келісім-шарт тізімін ашып, білім алушыны қандай келісім-шарт негізінде қосатыныңызды таңдаңыз. Егер жүйеде жасалған келісім-шарт негізінде білім алушыны жоспарға қосқыңыз келсе, қатысушыны қосу батырмасын басыңыз. Егер білім алушы практиканы университетте өтетін болса, және келісім-шарт жасалмаса, практиканы университетте өтеді мәнін таңдаңыз. Ашылған терезеде білім алушының аты жөні бойынша іздеп, қажетті білім алушыны қосыңыз. Егер келісім-шарт қағаз түрінде жасалған болса, келісім-шарттың скан нұсқасын жүктеу батырмасын таңдаңыз. Білім алушының аты жөнін енгізіп, құжат сипаттамасын толтырыңыз және келісім-шарттың скан нұсқасын жүктеңіз. Осылайша білім алушылар қосалқы бетінде білім алушыларды жоспарға қосуға, оларға тиісті келісім-шарттарды тағайындауға немесе қажет болған жағдайда келісім-шартты өзгертуге болады. Комиссия мүшелерін тағайындау. Жоспардағы білім алушыларға комиссия мүшелерін алдын ала тағайындауға болады. Ол үшін тізімнен қажетті білім алушыны немесе бірнеше білім алушыны таңдаңыз. Содан кейін лентадағы комиссия мүшелерін тағайындау батырмасын басыңыз. Ашылған терезедегі комиссия мүшелерін іздеу өрісіне комиссия құрамына кіретін тұлғаларды кезекпен қосыңыз. Барлық қажетті тұлғаларды қосқаннан кейін сақтау батырмасын басыңыз. Тағайындалған комиссия мүшелерін күнделік есебі бағандағы белгішені басу арқылы көруге болады.
Кейін білім алушының практика нәтижесін бағалау құжатын келісуге жіберген кезде, осы жерде алдын ала тағайындалған комиссия мүшелері автоматты түрде көрсетіледі. Ескерту: комиссия мүшелерінің жоспар мәртебесі келісілді болғаннан кейін де тағайындауға болады. Егер комиссия құрамын өзгерту қажет болса, қажетті білім алушыны қайта таңдаңыз. Содан кейін комиссия мүшелерін тағайындау батырмасын басып, ашылған терезеде жаңа комиссия құрамын енгізіп, өзгерістерді сақтаңыз. Жоспарды келісуге жіберу және қол қою. Жоспарды редакциялау аяқталғаннан кейін тапсырмалар бетіне өтіп, аяқтау батырмасын басыңыз. Содан кейін лентадағы келісуге жіберу батырмасын таңдаңыз. Ашылған терезеде келісу кезеңдеріне қатысатын тұлғаларды келесі ретпен енгізіңіз. Практика жетекшісі, кафедра меңгерушісі, факультет деканы. Ескерту: бір тұлға құжатқа тек бір рет қол қоя алады. Егер кафедра меңгерушісі бір уақытта практика жетекшісі ретінде де тағайындалған болса, екінші келісу кезеңін алып тастаңыз. Бұл жағдайда құжат тек екі кезең бойынша келісіліп бекітіледі. Барлық келісушілерді енгізгеннен кейін жіберу батырмасын басыңыз. Құжатты келісу процесі автордың қол қоюынан басталады. Ол үшін жоспарды қарау батырмасын басыңыз. Қалыптасқан жоспарды мұқият тексеріңіз. Егер құжатқа өзгеріс енгізу қажет болмаса, қол қою батырмасын басып, электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойыңыз. Егер қате немесе толықтыру қажет тұстар анықталса, түзетуге қайтару батырмасын басыңыз. Ашылған терезеге түсініктеме немесе пікіріңізді енгізіп, құжатты түзетуге жіберіңіз. Қажетті өзгерістер енгізілгеннен кейін жоспарды қайтадан келісуге жіберіп, қол қою рәсімін қайталаңыз.